3 реттен кейін ақ керемет нәтижесін көресіз. Қан қысымының көтерілуі немесе түсуі біз күтпеген жағдайда орын алады. Бірден мазаңыз кетіп, жағдайыңыз нашарлайды. Денсаулығыңызды қалпына келтіру үшін қалтаңыздағы не дәрі қобдишаңыздағы дәріге жүгіресіз. Ал егер мына тұнбаны әзірлеп уақытылы ішіп жүрсеңіз, онда кенеттен болатын кеселдің алдын алатыныңызға сенімді болыңыз. Сіздерге 3 түрлі тұнба ұсынамыз. Тәбетіңіз тартқан түрін таңдап, ем үшін ішсеңіз болады. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Алдымен арнамызға жазылып, қоңырауша батырмасын бас қоюларыңызды сұраймыз. Сарымсақ тұнбасы. Сарымсақ көптеген ауруларға ем. Оның жоғары қан қысымын түсіретін де қасиеті бар. Сарымсақ тұнбасын дайындау үшін 250 мл су керек. Суды емалды ыдысқа құйып қайнатамыз. Қайнаған суға жарты шай қасық майдалап туралған сарымсақты саламыз. Сарымсақтың балғын түрінде пайдалануға болады. Сарымсақ салынған суды 5 минуттай баяу отта қайнату керек. Содан соң қақпағын жауып 45-60 минуттай тұндырып қоямыз. Осы уақыт өткеннен кейін тұнбаны сүзіп ыдысқа құясыз. Дайын тұнбаны таңертең тамақтанудан 20-30 минут бұрын 100 мл-ден қабылдаңыз. Осылайша емді 1 апта бойы жалғастырасыз. Осындай тұнбаны сүтпен дайындағанда өте пайдалы. Дайындаудың тәсілі мынадай. 2 бас сарымсақты аршып, тазалап жуамыз да емалды ыдысқа саламыз. 300 мл сүт құйып, отқа қойып 30 минут қайнатамыз. Сосын барлығын жақсылап араластырып, шыны ыдысқа құйып қоямыз. Қажет болған жағдайда қайнатпаны тоңазытқышта сақтауға болады. Тұнбаны 1 ас қасықтан күніне 3 реттен тамақтанып болғаннан кейін 5-10 минут өткен соң қабылдайсыз. Емдік курсты 10 күн жалғастыру керектігін ескертеміз. Содан соң 2 апта үзіліс жасап, сосын емді қайта бастауға болады. Пияз қабығының тұнбасы. Пияз қабығынан дайындалған тұнбаны дұрыс қабылдаған жағдайда қан тамырлары тазарып, қан айналым жақсара түседі. Мұндай тұнбаны дайындау үшін 4 ас қасық пияз қабығына 700 мл су құясыз. Суды қайнатып 5 минут баяу отта ұстау керек. Отты сөндіріп, қайнатпаны 1-2 сағат тұндырып қоямыз. Ең дұрысы қайнатпаны қақпағы жабылатын ыдыста ұстаймыз. Дайын тұнбаны 100 мл-ден 2 рет тамақтанып болған соң қабылдайсыз. Емделу курсы 14 күн. Пияздың қабығын ғана емес, пияздан жасалған тұнбаның да қан қысымын түсіретін қасиеті бар. Ол үшін 3 дана пиязды ашып, оған 500 мл арақ құямыз. Сосын бұл тұнбаны шыны немесе эмальді ыдысқа құйып, қақпағын мықтап жауып, 7 күн сақтаймыз. Сонымен қатар, пияз қосылған тұнбаны қараңғы жерде сақтаған дұрыс. Бірақ та тоңазытқышқа салуға болмайды. Дайын тұнбаны 1 шай қасықтан күніне 1 рет қабылдау керек. Тұнбаны қабылдау алдында бірнеше рет шайқауды немесе араластыруды ұмытпаңыз. Оған 3 ас қасық су қосып, содан кейін араластырған дұрыс. 10-15 күн бойы тұнбаны қабылдап, дертіңізге дауа таба аласыз. Қызылша мен лимон шырыны. Қызылша пайдалы заттарға бай көкөністердің бірі. Ол жүрек жұмысын жақсартып, асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейді. Ең бастысы, қызылша, бал мен лимон шырыны қосылған тұнба қан қысымын түсіреді. Мұндай тұнбаны дайындау үшін 2 дана қызылшаның қабығын ашып, майдай күштен өткіземіз. Осы қызылшаға бірдей көлемде бал және 1 шай қасық лимон шырынын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, салқын әрі қараңғы жерде сақтау керек. Араласпаны шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабуды ұмытпаңыз. Араласпаны тоңазытқышта сақтауға болады. Емді 1 ай бойы жүргізуге болады. Ал қабылдау үшін тамақтанудан 30 минут бұрын 1 ас қасықтан ішіп отыру керек. Қабылдау күніне 2-4 реттен аспағанын абзал. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар.
пайдаланып көріңіздер, ем болсын, ауырмаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.